тәтті сезім. Той көйлегіндегі Ажар өзіне тамсана қарап, айна алдында ұзақ тұрды. Артта қалған қиын оқиғалардан жарыққа шыққанына қатты қуанышты. Күйеу жігіті Асылбек: Ажар, кеттік, сыртта көліктер күтіп тұр, тек біздің шығуымыз ғана қалды. Ажар: Асылбек, қараш, өзімді ең сұлу ханшайымдай сезінемін. Көйлегім әдемі ме? Асылбек: көйлек өзінше әдемі, ал сен одан да әдемісің. Сенің қарапайымдылығың бәрінен өзгеше. Ұста қолымнан. Ажар: дәл бүгінгі күнге жету жолында қаншама кедергілер орын алды. Менің қолымнан қатты қысып ұстаған күйі кез келген қиыншылыққа төтеп бердің. Сыйлап өтуге дайынмын. Асылбек: бәр үшін саған рахмет, деп Ажарды құшақтап, маңдайынан сүйді. Асылбек пен Ажардың тойлары өздері ойлағаннан да керемет өтті. Жалпы айтқанда, той өзін-өзін ақтады. Жастар бақытты, ата-ананың қуаныштары қойындарына сыймай жүр. Екі елдің арасына салынған алтын көпірдің жалғаушылары Асылбек пен Ажар балайына шет мемлекетке ұшуға дайындалып жатыр. Әуежайға келген қос ғашықтың көңілдері түсіп қалды. Ұшақтың техникалық қызметтерінде ақау шығып, ұшу уақыты кейінге шегерілді. Асылбек пен Ажар ұшақтың апаттық жағдайда тұрғанын алдын ала білгендеріне шүкір етті. Әйтпегенде аспанға көтерілгеннен кейін не боларын кім білсін. Көңілдерін түсірмей жақсы нышанға балады. Әйткенмен алда не күтіп тұрғанынан екеуінің де хабары жоқ. Әуежайдан үйге қарай бет алған Ажар мен Асылбек жол-жөнекей жақын кофеханаға кіріп, кофе алып әңгімелесіп отырды. Кенет Ажардың телефонына анасы қоңырау шалды. Тұтқаны көтерсе, нағашы ағасы Мұрат екен. Ажар: қалайсыңдар? Аман-есен ұшаққа отырдыңдар ма? Күйеу бала қасыңда ма? Ажар: жақсы, Мұрат аға, өздеріңіз қалайсыздар? Анам қалай? Сәл сырқаттанып қалдым деп отырған, кеше сөйлескенімде. Асылбек: жанымда, біз ұшқан жоқпыз, ұшақ апаттық жағдайда екен. Мұрат: апаң жаман емес, ұшпағандарың жақсы болған екен. Тұтқаны күйеу балаға берсең. Тұтқаны алған Асылбек қайынағасымен амандасып, орнынан тұрып кетті, сыртқа шықты. Іште қалған Ажар: неге жанымда отырып сөйлеспеген, деп ойланып қалды. Мұрат: күйеу бала, ұшпағандарың жақсы болды. Әйтпесе Ажар бұл хабарды кеш естісе, анасының жерлеуіне қатыса алмай қалуы мүмкін еді. Алланың ісіне не шара? Ажардың анасынан айырылып қалдық. Ажарға өзің жылы жұмсақ жеткіз. Асылбек: арты қайырлы болсын. Жақсы, Ажарға өзім айтамын, сіздердікінде боламыз. Асылбек қалтасынан шылымын алып шегіп алды. Ажарға бұл хабардың оңай соқпасы анық. Қалай болса да айтуға тура келеді. Ішке кірді. Ажардың күтіп отырғанын көрді. Ажар: Асылбек, ағам не айтты? Менен жасырып сөйлесетін құпияларың пайда болған ба? Деп еркелей сөйледі. Асылбек: Ажар, қалай айтатынымды да білмеймін. Сен қазір менің қолымнан ұста. Бірақ есіңде болсын, қандай жағдай болмасын, сенде менің бар екенімді ұмытпа. Ажардың көңілі қобалжып, жүрегі дүрсілдеп кетті. Асылбек: айт, не болса да мен білуге тиісті жайды жасырма. Асылбек осыдан 2 жыл бұрын өз анасының дүниеден озғанын есіне алды. Бұндай жағдайды есту жүрекке ауыр екенін білетін. Сондықтан іштей Ажарға анасының қазасын естірте алмайтынын сезді де: Ажар, анаң ауыр халде жатыр екен. Қазір дереу сол жаққа барайық. Сен уайымдама, бәрі реттеледі. Ажар жылап жіберді. Басы айналып, абдырап қалды. Дереу көлік шақыртып, анасына жол тартты. Жолда Асылбек Ажарды жұбатып келеді. Ажар іштей сезді, анасымен қоштасып қала алмағанын. Жылап келеді. Жақын болса да жол жеткізер емес. Үйге жақындағанда көзі анық жетті. Анасының жүріп кеткеніне. Есік алды, адамға лық толы. Жедел жәрдем көлігі тұр. Ажар көліктен түсіп, үйге қарай жүгірді. Өз көзіне өзі сенбеді. Анашым, неге жалғыз перзентіңді сәл уақыт күте тұрмадыңыз? Мен әлі сізге ең ыстық ізгі сезімімді білдіріп те үлгермедім ғой, деп аңырап, көз жасын тоқтата алмай, анасы жатқан бөлмеге енді. Денесі иістеніп кетпес үшін
қойылған мұздардың үстінде жатқан анасының мәйітін көзімен көрген Ажардың жүрегі езіліп, жаны құлазып қалды. Анасыз өмірдің мәні жоқ екенін сол сәтте түсінген еді. Көзден аққан ыстық жастың тоқтар түрі жоқ. Басы тағы да қатты қысып ауырып, айналып есінен танып қалды. Жедел жәрдем шақырып, Ажар жансақтау бөлімінен бір-ақ шықты. Есік алдында тыным таппай уайымдап жүрген Асылбек тағаты таусылып дәрігер бөлмесіне кірді. Асылбек: «Дәрігер, Ажардың жағдайы қалай?» Маңғаздана қараған ірі еңселі дәрігер зілді дауыспен: «Әлгі Қуатова Ажар ма? Бауыр қызметін нашар. Оның үстіне басында су бар. Бұл аурудан екінің бірі сауығып кетеді дегенге сенбеймін. Бәрін ақша шешкен, ақша шеше береді. Не дейсің?» деп көзілдіргін шешті. Дәрігердің ашкөздігіне Асылбек ашуланып кетті де: «Ақшамен сіз секілді парақорлардың шешетінін жақсы білемін. Тек ақша емнің қаражатына жұмсалу керек. Сондықтан науқастарыңыздың өмірін сандарға бағалағаныңыз әбестік. Осыдан Ажарға бірдеңе болатын болса, жұмысым сізбен болсын», деп есікті тарс жауып кетті. Палатаға шыққан Ажар анасының жерлеуіне бара алмағанына қатты қынжылды. Бірнеше күн өзін қоштаса алмағаны үшін кінәлады. Асылбек құрақ ұшып, жұбайының жағдайын жасап әлек. Бар ойы осы ауруханадан тезірек шығарып алып, басқа қалаға апарып емдету. Әлгі дәрігерге ақшаны қаржы жаудыртар еді. Науқасының өмірін бірінші орынға қоя білсе, әттең олай емес. Ажар ауруханадан шыға сала Асылбекке анасының бейітінің басына апаруды өтінді. Ажарға көп жылап, қатты уайымдауға болмайды. Әйтсе де Асылбекте басқа амал жоқ. Ажар онсыз да жерлеу рәсіміне қатыса алмағанына өзін кінәлі сезінеді. Анасының басына келген Ажар ентіге жылап, біраз ішін тарқатты. «Анашым, есіңде ме? Мен бала күнімде құлап, бір жерім жарақаттанып алсам, сүйіп емдеп алатынсыз. Алақаныңызбен сипап жіберсеңіз, жазылып кететінмін. Қазір менің денсаулығымда кінәраттар бар. Оны жазатын сіз жоқсыз. Мынау сыз тартқан қара жерді жамылуға неге сонша асықтыңыз? Мені тастап кете бардыңыз. Неге?» Сүйген адамының осынша қиналып, қан жұтқанын көру Асылбекке ауыр тиді. Осыдан 2 жыл бұрын өзінің анасы жол апатынан қайтқанда шашылып қалған денесін өз көзімен көрген еді. Барлығы көз алдынан өте шықты. Ажарды қолтықтап, көлігіне отырғызып үйге келді. Содан бері арада 1 ай уақыт өтті. Жанын жегідей жеген аурумен алысқан Ажар күн санап солып барады. Анасының қазасына сене алмай қиналған қыздың ауруына бұл үлкен салмақ болды. Асылбек Ажардың өмір сүруі керек деп таныстарынан сұрастырып, шет мемлекетке алып кететін болып шешті. Бұл жолы кейінге қалған бал айына емес, ем алуға ұшаққа отырды. Білікті дәрігерлер қарап, нақты диагнозын анықтауға кірісті. Ажардың еміне кететін қаражатты Асылбектің әкесі аударамын деген болатын. Бірақ Асылбектің жиғаным бар деп әзірге қажет емес екенін айтты. Себебі сол кезде әкесінің фирмасы басқа адамның қолына өтіп кетіп, сәл ақшадан қиындықтар болып жатқан. Қолындағы қаражат жетпей қалып, ем аяқсыз қалар деген оймен Асылбек өзінің қала орталығындағы 3 бөлмелі пәтерін сатылымға шығарып қойды. Осылайша Ажарға алғашқы лазерлік ота жасалды. Түрлі психологтар жұмыс жасады. Анасына деген сағыныш, бала күнінде әкесінің тастап кеткенін бәрін ұмытып, кешіре салу Ажар үшін оңай емес. Лазерлік отадан кейін 10 күн өткесін компьютерлік тексеріс нәтижесін алды. Асылбек осы жолы көз жасын ұстап қала алмады. Кейде өте ауыр халге түсіп қалатын Ажардың солғын жүзіне қарап, Асылбектің үміті сөніп бара жатқан шамның пілтесіне ұқсап кетеді. Сүйіктісіне деген махаббатының арқасында қайта маздайды. Аласарған көңіл аласапыран құпылыспен алысқан Асылбекке туысқандарды іздеп қоңырау шалуды көбейтті. «Қайтсаңшы қалаға, Ажарды таста, үйленгелі күндерің бақытты өтпеді. Оны өз шаңырағынан ақ орамалмен алдыңнан жүгіріп шығып, ас суыңды дайындап бергенін көре алмадың. Аурухананың ақ төсегінде жатқан дәрменсіз кейпін қарауылдап келесің. Бұныңнан пайда жоқ. Ол ертең өліп қалса, өзіңе қиын болады. Таста да қайт», деушілер көбейді. Асылбектің жүрегіне ешкім әмір ете алмайды. Тіпті достарынан да
арасын үзді. Оның саған өткізіп қойған несі бар? Қалаға қайт. Оны неге әспеттеп ардақтай бересің? Қалада әйбат қыздар толып жүр. Саған ұрпақ жалғастыру керек, деген ұнамсыз сөздері үшін енді хабарласпай-ақ қоюларын өтінді. Осындай мейірімсіз туыстармен дос санап келген адамдарының сөзіне қаны қайнап, іштей бұрқылдап қояды. Жанын сүйектей кеміреді кеп. Бүгін ауруханадан жалдамалы пәтерлеріне 10 күн демалысына оралған екі ғашық таңға дейін әдемі әңгімелерін тауыса алмай ұзақ отырды. Асылбек пен Ажардың арасындағы шын махаббат, асау сезім күннен күнге артпаса масайраған емес. Кенет Ажар әдемі әңгімені тоқтатты да: Асылбек, байқадым, таңды атты. Күн ұясынан шығуға сәл-ақ қалыпты. Анау қызыл көкжиектерден қазір көк аспан атып шығады. Ал біз ұйқысыз әлі отырмыз. Көп уақыт ішінде біраз ойландым. Менің мына түскен шаштарым мен қураған бейнемді қалай сүйесің? Менің орнымда сен болсаң, деп кібіртіктеп, көйлегінің жеңін тістелеп отырып қалды. Асылбек, сенің орнында мен болсам, сен де мен сияқты күтер едің, соңына дейін жанымда болар едің. Ажар, жоқ, қателесесің. Сені еш ойланбастан тастап кетер едім. Болашағымды көре алмас едім. Сен менің жанымда босқа жүрсің. Жиған тергеніңді еміме бекер шашасың. Туған жеріңе қайт, деді. Асылбек Ажардың сүйгендіктен осылай айтып отырғанын түсінеді. Әйтсе де ол Ажардан соңына дейін сен үшін күресемін деген сөзді күтетін. Ұнжырғасы түскен Асылбек Ажарды ауруханаға апарып тастады да бір сәттік ашумен ұшаққа отырып өлкеге ұшып кетті. Ажар аурухана төсегінде ұзақ ойға шомды. Қолына айна алып сығалап қарады. Көзі шүңірейіп, терісі әппақ болып кеткенін көрді. Өзін іштей аяп кетті. Күнде қоңырау шалып жағдайын сұрап отыратын нағашы жұртына Асылбектің кетіп қалғанын айтпады. Ренішпен кеткен Асылбек араға 3 күн салып, шыдай алмай Ажарға хабарласты. Байланыс аясынан тыс жерде екен. Әр қоңырау шалған сайын байланысу қиындай түскенін түсінген ол дереу жиналып ұшаққа билет алды. Шетелге жете сала ауруханаға бет алды. Палатаға кіргені сол еді. Ажар орнында болмай шықты. Алғашқы лазерлік операциядан кейін дәрігер Асылбекке Ажардың аздаған өмірі қалды, оны жеңу өз қолында деген болатын. Осы айтқаны есіне сап ете қалды. Ажардың төсегін құшақтап, солқылдап жылап жіберді. Бәрі бітті деп ойлады. Кезекшілікте тұрған медбикелер жүгіріп келіп, Асылбекті сабырға шақырып, Ажардың басқа ауруханаға ауыстырғандарын айтқанда ғана есін жиып алды. Аурухананың мекен жайын алып, сонда барды. Тыныс алу аппаратында ояу жатқан Ажардың жанына барды. Қолынан ұстап, кешірім сұрады. Асылбек, Ажар, бұл қиындықты екеуміз бірге жеңеміз. Маған уәде бер, мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Егер өлім туралы ойлап, өмір сүруге талпынбасаң, мен де өмір сүрмеймін. Ажар келіскенін білдіріп, басын изеді. Медбике Ажардың тыныс алуы реттелгенін байқап, таң қалды. Бұл өзгерісті медбике дәрігерге жеткізді. Дәрігер Асылбекті шақырып оңаша сөйлесті. Ажардың бұл өзгерісіне сүйіктісінің тигізер септігі көп екенін ескертті. Тек дәрі-дәрмектермен ғана емес, психологиялық қолдаудың да үлкен көмегі тиетінін алға тартты. Палатаға шығып жатқан Ажар жылап қоя берді. Аяғымды баса алмаймын, дым сезбей тұрмын. Асылбек, бірдеңе десеңші. Ажардың белінен қапсыра құшақтаған Асылбек, Алланың, бұл тағы қай сынағы деп абдырап қалды. Тез өз-өзіне жинап алды да: менің көзіме қара, біз бәрін бірге жеңеміз. Керек болса, аяғыңды жерге тигізбей, қартайғанымша төбеме көтеріп жүремін. Сол күннен бастап Асылбек Ажардың жазылып кетемін деген үмітін сөндіріп алмас үшін үнемі әр еміне көтеріп апарып, алып келіп жүрді. Асылбекке ферманы қайтарып ала аламыз, егер сен келіп қолға алсаң, деп әкесі хабарласты. Асылбек Ажар жазылмайынша ешқайда бармайтынын ашып айтты. Күнде қоңырау шалып, райынан қайтарғысы келген әкесінің бұл ұсынысынан түк шықпады. Асылбек көптен араласып келген достарынан да біртіндеп қол үзе бастады. Бар ойы осында сүйіктісімен бірге бұл дертті жеңіп шығу. 7 ай бойы Асылбек Ажарды еміне арқалап апарып, алып қайтып жүрді. Ажар іштей өз бетімен аяғын баса алмайтынын білсе де, Асылбекке еркелеп,
арқалағаның ұнайды деп отыратын, өзі үшін жолдасының қиналғанын көргісі келмейтіні анық. Ажар түнде дыбысын шығармай жастыққа жасын төгіп алады. Арқа сүйер азаматының еңсесін түсірмес үшін ешқашан жыламауға уәде берген. 2 күннің бірі ұйқысыздықпен таңды атыратын. Асылбектің бірге қиналғанын көру бір басқа, үнемі аяғын жерге тигізбей арқалап жүретіндіктен оның да денсаулығына алаңдайды. Асылбек Ажарға қалжыңдап, жазылатын кезің жақындап қалды, бұйырса мені арқалайтын боласың, еңбегімнің өтеуін керек, деп қоятын. Кешкі ас ішіп отырғанда Ажар, Асылбек, саған бірдеңе айтуым керек. Кеше ғаламтор желісін ақтарып отырып, әкемді тауып алдым. Күнделікті кіріп отыратын поштасы екен, хат жолдадым. Жаңа жауап жазыпты деді. Асылбек ашып оқыды. Хабарламада, маған енді хабарласушы болма, менің сен сияқты қызым жоқ, деп жазылған. Ажардың көңіл күйі қалыпты. Онсыз да өкпелі екенін Асылбекке бірінші кездесіп жүргендерінде айтқан. Ажар, мен әкемді кешіргенмін. Ол кезінде өз таңдауын жасады. Әркім өз өміріне әмір етуші. Менде енді әке жоқ, Асылбек. Ажар, тыңдаш, біздің өмірімізде кездескен қандай да бір таныстық, туыстық қарым-қатынасы бар адамдарды қателігі үшін жоққа шығарып тастауымызға болмайды. Бізге оларды Алла сынақ үшін жібереді. Алла мейірімділерді, кешірімділерді сүйеді. Жаратқанның рахымына бөленгіміз келсе, жүректегі өкпені босатуымыз керек. Есесіне, сенде мен бармын. Қаласаң, әкең де бола аламын. Ағаң да, інің де бола аламын. Ажар Асылбекті осы жомарттылығы үшін шексіз сүйеді. Жақын арада Ажардың бауырына ота жасайтындарын дәрігерлер ескерткен болатын. Бір қуантары, бүгінгі тапсырған қан талдау жұмыстары оң нәтиже берді. Қанша уақыттан бері қабылдап келген емнің нәтижесі жаман емес. Ажардың бауыр жұмысының жақсарып келе жатқанына профессорлар таңданып жатты. Асылбек түсінді, ары қарай тоқтамай Ажармен жұмыс жасау керегін. Сатылымға шығарған пәтеріне бірнеше адам хабарласып, саудаласып жатты. Барлығы арзан бағаға сұрайды. Не де болса, ақшасының таусылғанын ескеріп, келіскен бағаға сатып жіберді. Ендігі ойы Ажардың 2 аяғына жан бітіруіне күш салу. Дәрігерлердің тексеру нәтижесі Ажардың аяғын тек кесіп тастай аламыз деумен шектелді. Бұл жағдайға Ажар дайын емес еді. Асылбек нағыз қиыншылықтарды шешіп, енді бір сынақ қалды деп қуанғанда, тағдырдың дайындаған қатыгез шешімі бар болып шықты. Болашақта бірге жетеміз деген армандарына жетуге сәл қалғанда, орта жолдан еңсені түсіруге болмайтынын екеуі де түсінді. Асылбек жалғыз өзі сыртқа серуендеп келуге шығып кетті. Шет мемлекеттің адамдары сондай қонақжай, соғып тұрған самал желінің өзі бетіңнен сипағанда бар уайымды ұмыттыратындай. Ажар екеуі осында қалып қойсақ қалай болады деп те ойлап көрген. Асылбек бір сәтке бәрін ұмытып, үлкен теңіз жағалауында өзі қалғанды қалап, сонда бет алды. Теңіз бетін шарпып ұшқан құстардың саңқылдаған дауыстары жанын елтіп барады. Кенет көзінен жас ырш ете қалды. 2 қолмен шекесін қысып, жерге отыра қалып, солқылдап дыбысты жылап қоя берді. Өзін қанша мықты ұстағысы келсе де, бар әлем кеудесін қысып, мыжғылап жатқандай сезінді. Неге мен? Неге Ажар? Кенет иығынан бір әйел түртіп, түрікше тілде, жаратқан сен таңдады. Сүйгенге қамқор болсын деп, қашып кете алсаң тұрда қаш, бірақ ойлан, сүйіктің ауруын жеңе алатын күш қуат қайы. Тұрсаңшы орныңнан, сұлу жігіт, деп шұбартылған ала көйлектегі түрік әйелі бұралаңдап Асылбектің қарсы алдына келіп қолын созды. Асылбек басын шайқады. Кете бер, деді. Әлгі әйел, менің отбасым бар, сенің маған керегің жоқ, қорықпа, деп құлағына сыбырлады. Асылбек орнынан тұрып, сіз кімсіз? Мені қайдан танисыз? Әлгі әйел, алақаныңды әкел, кім екенімді не қыласың? Алақанын ысқылап тұрып, Ажардың ауыратынын қайдан білгеніне аздап таңырқады. Көріп кел деп жорамалдады. Еш ойланбастан алақанын ұсынды. Ой, деп басын шайқаған көріпкел әйел, бұнда бекер уақыт ұрлатыпсыңдар. Сүйіктіңнің есімі кім? Асылбек. Ажар Қуатова. Көріпкел әйел Асылбектің алақанына 3 рет
Суф, суф, суф деді де бірдеңелерді күбірлеп кетті. Ажардың анасы дүниеден озған, жақын арада. Байғұс қыз әкесіне өкпелі, бірақ бір көргісі келеді. Әкесінің әйелі басқа ұлттан, өзбек қателеспесем. Бұрындары Ажардың әкесі мен шешесі үшеуі тұрып жатқан үлкен үйдің сарайын осы өзбек әйел жалдап тұрған екен. Сол кезде-ақ ол әйел Ажардың әкесінің басын дуалап, анасы мен өзін бастан аяқ ауруға душар ету үшін оқытып тастаған. Асылбек көріп кел дегендерді өзгелердің ауыздарынан естіп жататын. Бұрындары әжесі айтып отыратын әңгімелерден есінде қалған. Өмірінде бұлай жолығып, таңғажайып сырдың куәсі болатынын еш ойлаған емес. Жазылмас дертке шалдыққаны рас. Ажар қазір сауығып келеді. Көріп кел әйел, менен көмек керек па? Тез айт, жол ашамын. Қаласан ауруынан, сауығуына септігімді тигіземін. Бірақ әр қабылдауым ақшаға әкеп тіреледі. Қалтаң көтерсе, уақытымды алмай жауабыңды айт, деп екі қолын айқастырып көзін бақырайтты. Асылбек көріп келдердің болжауға келгенмен бір зияны болатынын біледі. Күмәнді оймен, жоқ, рахмет, өзіміз-ақ жеңеміз, деп қолына қағаз ақша ұстатып, теріс айналып кетіп бара жатқанда әлгі көріп кел әйел, дуаны шешпесең, емделгеннен пайда жоқ, аяғына ірің түссе, амал жоқ шолақ болып қалуы әбден мүмкін. Ойлан жігіт, деп Асылбекті тоқтатты. Асылбек көріп келдің бәрін дәл айтып тұрғанына таңдана қарап, Ажармен сөйлесіп көрейін. Сізді ол жаққа апара алмаймын. Байланыс номеріңізді тастап кетіңіз, деді. Ауруханаға жетер жолда құдды бір олжаға кенелген адамша қуанып келеді. Әйтеуір іште бір сенім бар. Ажарды аулаға көтеріп алып шыққан Асылбек кешегі теңіз жағасынан жолықтырған көріп кел әйел туралы айтып берді. Ажар ғаламтор желісінен күні-түні өзі сияқты диагнозға ие науқастардың қабылдап жатқан түрлі емдерін оқитын. 50% дерлік осы бақсы балгерлердің көмегіне жүгініп, сауығып кеткендігі туралы ақпараттарды да аңғарып жүр. Өмір сүрсем, өліп қалмасам екен, деп тыраштанып келе жатқан Ажар қаласа жер-көкті шарлап, сондай кісілерден ем қабылдауға әзір. Тек жан қалауын айта алмайды. Онсыз да жағдайлары жоқ, нағашыларына ақша сұрай алмайды. Асылбектің қаншама қаражаты тек осы емге жұмсалып жатқандықтан мені басқа жаққа апар, деп айтуға ұялады. Осы ішкі ойларын тұжырымдай келе Ажар, Асылбек көріп кел бәрін рас айтады. Тоба, өне бойым өртке оранғандай болып кетті ғой. Енді не күтіп отырсың? Мені аяқсыз қалғаным жетпей тұр еді. Шақыршы, жалынамын Асылбек, шақыршы, дуаны шешіп берсін. Қаншама айлар осы аурухананы паналап шаршап кеттім. Сені де шаршатып аламын ба деп қорқамын. Сен мені тастап кетсең қайтемін? Асылбек, мен сені тастамаймын. Бұндай күмән ойыңнан кетпейтін болса, аяқтан тұруың қиындай түспек. Қалаң болсын. Көріп кел туралы әуелі дәрігерге ескертіп көрейік. Дәрігер бөлмесіне кірген Асылбек пен Ажар ойларын жеткізді. Дәрігерлер, егер медицинаға сенімсіздік білдірсеңдер, ем-домды ары қарай жалғастыра алмаймыз, деп ойларын жеткізді. Ажар, жақсы, сау болыңыздар, деп ашулы дауыспен дәрігерлерінен жүзін теріс бұрды да, Асылбек, жүрші, алып кетші мені, деп жыламсырады. Асылбек, мүмкін дәрігерлерді тыңдармыз, жақсы нәтижеге де келе жатырмыз, аяғыңа да ем табылып қалар. Ажар мен Асылбек біраз сөзге келіп, ақырында Ажар, мені таста да кете бер, ажырасуға ар жазамын, енді мені көрмейсің, өмір сүргім келмейді, деп жылап жіберді. Дәрігер, не көріп кел деп екі ойда қалған Асылбектің не істерін білмей дал болған күйіне куә дәрігер, барып көріңіздер, егер ем болмай жатса, біз көмектесуге әзірміз, деді. Асылбек пен Ажар заттарын жинап, өз отандарына ұшаққа отырды. Танымайтын мемлекеттің балгеріне барып, опық жеп қалмайық деген сақтықпен өз мемлекетінен жақсы емші іздемек. Ұшақтан түсіп, көлікке отырды. Асылбек пәтерін сатып жібергендіктен бала күні өскен әкесінің 2 қабатты шаңырағына барды. Қоңырауды басты. Арғы жақтан әкесінің «Бұл кім?» деген даусы естілді. Асылбек, «Ассалаумағалейкум, әке, бұл біз». Әкесі, «Қасыңда әлгің бар ма?» Асылбек өзін сәл ыңғайсыз сезінді де Ажардың қолын қысып, «Иә», деді.
ішке енді. Ажар о бастан біледі, тұрмыстық жағдайларының Асылбектің отбасымен тең емес екенін. Әкесі ірі кәсіпкер болғандықтан бойынан тәкаппарлық көрініп жататын. Асылбектің әкесі фирмасынан айрылғалы үйден шықпайды. Асылбектің қайтып келмегеніне өзінше өкпелі. Асылбек, балам, ақылың бар болса, менің күйреп бара жатқан кәсібімді дөңгелет. Өзіңе тең қыз тап. Анау төбесінде бір тал шашы жоқ, ұсқынсыз, әрі я бір туысы жоқ ажарсымағың таста. Ол ертең өліп қалады. Көңіліңді суыт, уақытша қиналасың, кейін маған рахмет айтасың, деп ойын ақтарып тастады. Қандай ауыр сөздер. Құлағы шалып қалған ажардың жанарынан тамған жас өксігін басар емес. Бөлмеге кірген Асылбекке бұл әңгімені естігенін айтпады. Десе де Асылбек ашулы еді. Ажар, тұр, бұл үйден кетеміз. Енді менің әкем жоқ. Ондай қатыгез, дүние қоңыз әкеге бала болғымда келмейді. Асылбек Ажарды көтеріп үйден бірге шығып кетті. Аздаған уақыт екеуі Ажардың нағашыларының үйін паналады. Асылбек сатқан пәтерінің ақшасына жаңа пәтер ала алмайтынын біліп, қала сыртынан арзан пәтер жалдап, Ажар екеуі сонда шықты. Жақсы деген атағы бар емшілерді іздестіріп бастады. Бір емес, бірнешеуіне барды. Күннен күнге Ажар қан құсып әлсіреп барады. Асылбек көріпкелдердің болжам-ғана айтып, дуаның күшін қайтаруға шамалары келмейтініне көзі жетті. Көріпкел десе төбе шашы тік тұрады. Қиналғанда көмек қолдарын созады деген достары да, арқа сүйер әкесі де алшақтап кетті. Адам өз өмірі үшін өзі ғана күресуі керек екенін ұқты. Қайда, кімге барып көмек сұрарын білмей, әбден қашып кетті. Бұлай жалғаса берсе, Ажардан айырылып қаламын деп қорқады. Бүгін ертесімен Асылбек мешітке барды. Имаммен сөйлесіп, бар жағдайды бастан баяндап берді. Имам, Ажарды алып кел, Құранмен оқып беремін, деді. Асылбек ертесі Ажарды алып келді. Имам, қызым, мен барлық жағдаймен таныспын. Иншалла жазылып кетесің. Бойыңды Құран сүрелерімен тазартамыз, деп бастап кетті. Имам Құран сүрелерін оқығаннан бастап, Ажардың екі көзінен жас тоқтамай ағып жатты. Күнде қатарынан мешітке әкеліп жүрді. Ажардың жағдайы жақсарып келеді. Арада біраз ай өткенде Ажар башпайларының қимылдағанын байқай бастады. Түскен шаштары аздап өсіп, өңі кіріп қалған. Түрлі анализдер тапсырып, аяғын емдеуге болатынын білді. Қуанышында шек жоқ. Асылбек шағын кәсіп бастаған еді. Пәтер жалдап тұратын болғандықтан тапқаны тамақ пен үйдің коммуналдық шығындарына жұмсалады. Ажардың денсаулығындағы өзгерісті байқап, дереу қалалық ауруханаға барып, шетелден өздері емделген клиникадан дәрігер алдыртты. Қомақты қаржыны сатқан пәтерінің қалған ақшасынан төлеп қойды. Дәрігерлер Ажардың оң өзгерісінің көрсеткішін төмендетіп алмау мақсатында ұзақ уақыт тексеріс жүргізіп жатыр. Қазіргі таңда Ажардың екі аяғын аман алып қалу мүмкіндіктердің бар екенін қуантады. Бұрынғысынша жансызданатын аяқтары қазір сәл тітіркеніп, сезімтал жүйелері жұмыс жасайды. 40-на шыдаған Асылбек 41-не де шыдаймын деп бастаған кәсібін тағы да арзан бағаға сатып жіберді де ақшасын Ажардың аяғына жасалатын отасына аударды. Бір айда екі аяғына 2 рет ота жасатты. 6-7 сағатқа созылған ота нәтижесі жаман емес. Соңғы 3 айда Ажар Асылбекке сүйеніп, тәй-тәй бас алады. Әр қадам басқан сайын Асылбек балаша қуанып, тіпті көзіне жас келеді. Қаншама уақыт сабырмен күткен ең бақытты сәті осы еді. Бірін-бірі шын сүйген Асылбек пен Ажардың араларында нәзік сезім бар, лаулап тұрған құрмет бар, сыйластық пен үйлесімділік бар. Бірақ бүгін Асылбек Ажардың тапсырған қан таулауларының нәтижесін алғанда суық жаңалыққа қатты қиналды. Араларында бала жоқ, ешқашан болмайды да. Ажар осы күнге дейінгі қабылдаған дәрі-дәрмектерінің кесірінен аналық жұмыртқаларынан бір жола айырылған. Дәрігер бөлмесінен суық жауапты естіп шыққан Асылбек сыртта ұзақ серуендеп үйіне оралды. Есік алдынан күтіп алған Ажар, Асылбек, кешіктің ғой, қан талдау нәтижелері не дейді? Асылбек сасқалақтап тұрды да, Ажардың көңіліне қаяу түспесін деп, Ажар, сенің қан талдауың жақсы, уайымдама, бірақ менде бір мәселе бар. Кеше қан тапсырып көрген едім, онша хабар айтпады. Ажар,
Қорқытпашы, Асылбек. Ажар, біздің баламыз болмайды. Мен белсізбін. Ажар көзі мөлдіреп, бәрі Алланың қолында. Неге уайымдайсың? Ертең бұйырса үй алып, жұмысқа орналассақ, бала асырап аламыз. Бұл әңгімені ұмытайық, деп иығынан құшақтады. Асылбек ішінен, жаным, ажарым-ау, аңқауым-ау, осылай мені жұбатқаныңдай, мен жұбатып отыратын жерім еді. Бәрі сенің жеңіл қабылдауың үшін, деп стеленіп қалды. Ажардың осы кезге дейін аурумен арпалысып жүріп, уайымдағаны аз емес. Енді өзін ұрпақсыз қалдыратыны үшін уайымдамағанын қалаған Асылбек осылай дұрыс деп шешті. Құрметті менің алтын оқырмандарым, есімдері өзгертіліп айтылған кейіпкерлер Асылбек пен Ажардың тағдыры бір арнада осылай тоғысып, өз жалғасын табуда. Екінің бірінің қолынан келе бермейтін Асылбектің адал махаббаты, әділ серті туған туыстар мен дос жараның аузында. Алла тағала кімнің маңдайына не жазғанын білмейміз. Жақсылы жаманның ортасында қайыры болған істің қамытын киіп өмір сүреміз. Әңгіменің соңы.